Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге осындай брокколи қажет болады. Мен суға пісіріп алдым. Алдын ала суытып, осылай бөліктерге бөліп, майдараңқырап кесіп алатын боламын. Қайнап тұрған суымызда 3 минут қана ұстап қайнатып аласыздар. Одан артық ұстамаңыздар, езіліп кетеді. Енді қиярымызды турайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Мен осылай турап жатырмын. Осылай турап үстіне саласыздар. Міндетті түрде брокколи суған соң бірақ салыңыздар. Помидорымызды кесіп алатын боламыз осылай. Осылай бәрін кесіп алып, осындай піскен ет пайдалансаңыздар болады. Менде осындай піскен ет, сүрленген ет, қандай ет болса да бола береді. Оны да осылай 4-5 турап алатын боламыз. Енді осындай салат жапырағында тура видеодағыдай турасаңыздар да болады. Осын жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын салат. Енді осындай корнишондарымызды пайдаланатын боламыз. Өте бұл да ерекше дәм береді. Ортасынан бір бөліп аласыздар. Енді үлкенде 30-қа салдым, сыймай қалды ыдысыма. Енді үстіне майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұздың аса қажеті жоқ, мен тұз салған жоқпын. Өйткені соленый огурцымыздың өзінде тұзы бар. Енді тәрілкелерімізге салып, қонақ келгенде ұсынсаңыздар болады. Дастұрханның сәнін келтіретіндей әдемі салат болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін, қыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, рахмет.